Көңіл күйіңіз қалай, бәрі жақсы ма? Қош келдіңіз, қандай керемет. Нағыз, бүгін бізге ағамыз келді, қымбатты көрермен. Жаңа көрермен халықты көрдіңіз ғой. Абайдың күнінде неге абай танушы ғалым, осы салада жүрген білгір мамандар келіп пікір айтпайды деп, абайға деген құрметін көрсетіп жатыр. Сізге ризамын. Таңғы 4:30-нан бері бізбен бірге. Қандай керемет, қараңызшы. Сіз ұйықтамайсыз-ау деймін, иә? Ұйықтаймын ба? Ұйқы дейтін қанша сағат болу керек айтыңызшы, енді абайдың тағылымымен байланыстыру етіп айтсаңыз. Жалпы адамзат баласына 8 сағат болғанмен бізге қазір бір 4 сағат, 5 сағат жетеді ғой. Тамаша, иә. Сізді білеміз. Жасыңызға қарай. Керемет. Көп жасаңыз. Абай университетінде Хакім Абай ғылыми зерттеу орталығында қызмет етесіз, басшысыз сол жердің. Енді Хакім Абай туралы енді таңға жалғап айтуға болады. Оны айта беріп тіпті кейде таптауырын болып көрінгенмен де, шын мәнісінде оның ерекшелігін, тарихи тағылымын түсіне алмайтын жағдайда жүретініміз анық. Былтыр 175 жылдығын дүбірлетіп өткіздік. Енді сұрайын дегенім, мысалы, әлемдегі ең көп аударылған кітап Лао Цзыдың, Библиядан кейін ең көп аударылатын осы Конфуций мен Лао Цзыдың несі екен, шығармалары екен. Біз қаншалықты таныталдық Абайды әлемдік деңгейде? Былтырғы іс-шара соған бір үлес қосты ма? Жалпы біз Абайды әлемге танытуды бастадық. Бірақ толық дәрежесінде таныта алған жоқпыз әлі. Жеткізген жоқпыз әлі. Жеткізген жоқпыз. Дегенмен былтырғы ең басты менің қуанғаным президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзі Абайдың өлеңімен анау мектеп оқушысы шығамы, сонымен Ләйламен жалғастырды. Оны енді қарасаңыз, тек бүкіл қазақ, онсыз да қазақтың жас баласынан еңкейген кәрісіне шейін Абайды сүйеді, жақсы көреді, оқиды, жаттайды. Бірақ соны біз әлемге алғашқы бастамамен таныттық. Тіпті Бүрсүлидің өзі де өлең жаттап жауап берді ғой. Көрдіңіз ба? Бұл бастама, үлкен бастама болды. Яғни біз Абайды білетіндігімізді, Абайды оқитындығымызды көрсеттік. Бірақ енді, жаңа өздеріңіз айтып жатырсыздар, Хакім Абайды, біз Ақын Абайды жақсы білеміз, Хакім Абайды енді бастап жатырмыз. Ақын Абайдың, Хакім Абайдан артықшылығын қалай айтар едіңіз? Мұның артықшылығы бізде енді Абайдың кезінде біз отар ел болдық. Тура Абайдың кезінде біздің мойнымызға кәдімгі шынжыр түсті. Құлдыққа кеттік. Абай соны көрді. Және соны көріп отырып, өзінің өлеңін де, қара сөзін де соны көріп отырып жазды. Мұнда әрине Абайды барынша оқытпауға, қазақ халқы неғұрлым сауатсыз болса, неғұрлым отар елдің барлық мақсаты оның жерін алу, байлығын алу. Оның адамның ешқандай оған қажеті жоқ. Көрдіңіз ба? Осы кезде Абайдың әрине біз кейде ойлайды, Абайды ешкім білмейді деп. Жоқ, Абайды айналасы білді, таныды. Бірақ өз деңгейінде емес деп айтамыз. Екінші, мынау енді Ахмет Байтұрсыновтың өзі сол кезден бастап айтты. Бүкіл қазақ баласы Абайды оқу керек деп. 1913 жылы қазақ газетінде қазақтың бас ақыны деген мақаласында айтты. Менің өзім Абайды үш рет оқығанда енден түсініп келе жатырмын деп тағы жол көрсетті. Абайды алып ұшып құр оқығанмен түсіне алмайсыз деп отыр. Сонда мұны Алаш көсеуін бастағанмен, бірақ оны ары қарай Абайды жалғастыруды олар көздеді. Соның не істеді? Атты, шапты, түрмеге жапты. Яғни Абайдың бізге үйретейін деген ұлттық құндылық дәстүрді ары қарай жалғастыруды арасын үзді. Тамырына балта шапты. Оны отаршылдық жаңа империяда үзді, және коммунистік партия үзді. Себебі коммунистік партияның бірақ мақсаты болды. Олар барлық елдің пролетарлар бірігіңдер деген сөзі, яғни Совет одағы бірақ халық боласыңдар, бірақ ұлт боласыңдар. Тек орыс ұлты боласыңдар дегенді ғана көздеді ғой. Сондықтан оған қарсы болатын нәрсенің бәрін жойып отыр. Сондықтан егер де Абайды оқыса, Хакім Абайды таныса, қазақтың оянатынын білді. Міржақып Дулаттың айтқан оян қазағы тура Абайды бұл халыққа терең түсінсе деп, сондықтан Абайдың қара сөзін біз мүлде оқыған жоқпыз. Совет одағы кезінде оқыған жоқпыз. Себебі ол Алланың өзі рас, сөзі рас деп басталады. Көрдіңіз ба? Тек қана бізге жасырын Мекемтас Мырзахметұлы, қазір менің ұстазым, ғылыми жетекшім, қазір 93-тен асып отырған
сол кісі ғана 1972 жылдан бастап дәріс берді бізге. Сонда жасырын ғана оқытты. Себебі біз ол кезде құдайсыз болған болдық қой. Құдайсыз болған болдық. Ал Мекемтас ағай 12 баланы жиып алып айтады: жоқ, Абай келіп өз айтпаса, себебі Абай Алланың өзі рас, сөзі рас. Алла бар деп оқыды. Көрдіңіз бе, мәселе осыған келіп тірелді. Аллаға келіп тірелді. А коммунист партия оған мүлде қарсы болды. Сондықтан кім, тіпті Мұхтар Әуезовтің өзі егер Алланың өзі дұрыс, сөзі дұрыс деп үгіт насихат жүретін болса, оның басын қырқып түседі. Бәлкім Абай жолда. Міне, бірақ осыған бүкіл ғұмырын арнап сол Мұхтар Әуезовтің айта алмағанын кейін міне жеткізіп отырған бізге Мекемтас Мырзахметов. Бір Абайтану. Осындай Абайдың есінде қиындықтар болды. Яғни Хакім Абайдың енді біз тәуелсіздік алғаннан кейін, енді біз Абайдың Ақын Абайды да, Хакім Абайды да тануымыз керек. Яғни Абай өлеңін жазғанымен қара сөзі екеуі тұтас ұғым ол. Мысалы, өлеңінде айтқан жүректі қара сөзінде одан сайын дамытып отырады. Ал тіпті өлең мен қара сөзін оның қатар оқи беру керек. Сөзіңізді бөлейін, бір қыз отыр екен, ал бұйымтайыңыз бар бет дейсің. Бірдеңе сұрағысы келіп отыр. Қазіргі қазақ қоғамы Абайдың тілге тиек еткен жағымсыз әрекеттерінен арыла алды ма? Сіздің ойыңыз қандай? Оны арыла алды деп айта алмайсың. Себебі Абай енді біз қазір бастап жатырмыз, бірақ Абай адамзаттың Абай. Абай жаңағы өздерің айтып кеттіңдер, Абай Тобықтының, не Арғынның Абай емес. Ол бірінші бүкіл қазақтың Абайы. Екінші бүкіл қазақтың ұлттық құндылығын, адамзат баласына керекті құндылығын көрсеткен Абай ол. Сондықтан бүкіл әлем оған нағып отыр. Көрдіңдер ме? Сондықтан Абайды жаңа өзің не деп сұрадың? Жағымсыз әрекеттер. Яғни адамзаттың баласының бойындағы жақсы қасиеті де, жағымсыз қасиеті де Абайдың қара сөзінде, өлеңінде қамтылмаған жері жоқ. Сондықтан Абайды терең түсінсек, жағымсыз қылықтан арыламыз Абайдан. Ал түсінбесек, жағымсыз қылыққа кетеміз. Әлемде енді жағымсыз қылықтың өзі, мысалы, соғыс әлі тұтанып жатыр ғой. Сирияда да, басқада да соғыс. Бұл адамзат баласының өзі жағымсыз қылықтан әлі арылған жоқ. Демек, Асқар Сүлейменовтің қазаққа ескіргенде Абайды ескереді дейтін әңгімесінің де жаны бар ғой. Яғни оның айтатын сөздің ары қазақ ұлты Абай жойылған күні қазақ ұлты жойылады, қазақ ұлты жойылған күні Абай жойылады деп отыр ғой. Себебі Асқар ағамыз тереңнен түсініп отыр. Абай жойылмайды. Себебі неде? Абайдың мықтылығы сонда, хакімдігі. Ол бүкіл адамзаттың баласының құндылығын көтеріп отыр. Қазір бүкіл әлем неге Абайға қызығып отыр? Мысалы, біздің орталыққа Қытайдың да, Жапонияның да, Вьетнамның да, Түркияның да ғалымдары келеді. Сонда айтады бізге түпнұсқасынан беріңізші, түпнұсқасынан аударуымыз керек Абайды. Неге? Себебі олар Абайдың адамзаттық құндылық барын біліп отыр. Бір Қытайдың өзі тек Абайды аударуға арнайы адам бөліп қойған, түпнұсқадан деп. Себебі олар өзінің Конфуций сияқты адамзат баласына ізгі нәрсені көрсететін, жол бастайтын құндылықты біліп отыр. Ал енді ол құндылықты біз өкінішке қарай енді бастап, енді ғана алып жатырмыз. Мысалы, Мекемтас Мырзахметұлы қазір тек осы Абайдың құндылығынан 10 том жазды. 10 томдық. Бірақ 10 томдықты қазір кез келген бала, кез келген мұғалім біле бермейді. Ғалымдардың өзі біле бермейді. Бірақ енді осыған еште болса кеш бастасақ та, міне президентіміздің өзі Абайдың 175 жылдығын тойлауда президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мақаласында 21 ғасыр және Қазақстан деген Абай деген мақаласында айтты. Біз толық адам ілімін оқуымыз керек Абайды. Оның барлығы оқу керек. Барлық жастарға оқытуымыз керек. Сосын ерекше айтты. Осының ішінде толық адамда 3 сөз айрықша деді. Ол қайрат, ақыл, жүректі президентіміздің өзі айтып отыр. Бұл яғни президентіміз Мекемтас ағайдың толық адам анау Мұхтар Әуезов айта алмай жасырын әр жерге бүгіп бүйтіп көміп кеткен нәрсесін Мекемтас ағай бүйтіп ашып отыр. Соны президентіміздің өзі де оқып отыр. Енді соны мінекей біз енді толық адам ілімін оқуымыз керек деді. Ал енді елбасымыз не істеді? Ол кісі бірінші
осы үлкен істің пісімләсін бастады. Яғни 150 жылдықта абайды әлемге, біздің әлемге қазақты танытатын және қазақ танытатын тұлғасы кім екен, абай екенін көрсетіп бастады. Енді біз мінекей терең қазір біздің ғылыми орталық, Абай атындағы ұлттық университеттегі Хакім Абай орталығы, яғни біз мектеп баласына да, балабақшаға да, бүкіл көпшілікке де, жоғары оқу орнына да Хакім Абай, яғни Мекемтас ағайдың жазған толық адам, жаңа 10 томдығы бар ғой, сол ілімді енді көпшілікке түсіндіру, насихаттау. Себебі ғылыми кітапты көпшілік ала алмайды ғой. Міне, біздің үлкен ісіміз осы. Рас айтасыз, осы толық адамның өзі Әл-Фарабидің кемел адам ұғымымен, қайырымды қоғам тұрғындарымен байланыс үзілмей, дәстүр сабақтастығы жалғасып келе жатыр. Міне, дәстүр деген былай. Абай өзіне шейінгі адамзат баласында, Абай қазақтың құндылығы бар, ұлттық құндылық. Соны Әл-Фарабидан, Қорқыттан, Жүсіп Баласуынан, ең соңғы өзінің қасындағы Дулаттан да алып, соны бойына сіңіріп, бізге қайтадан беріп отыр. Міне соны Ахмет Байтұрсын көріп айтты. Міне бізге Абай бүкіл ұлттық құндылықты көрсетіп отыр. Енді соны дәстүр жалғастырын біз Абайдан кейін біз келесі ұрпаққа біз жалғастырамыз деп. Өкінішке қарай оны жалғастырмай үлкен кедергі болды. Ал енді бүгінгі күні бізге ешқандай кедергі жоқ. Тек Абай өзі айтқандай артық білім ғылымда дейді. Кітапта дейді артық білім. Ғылым қайдан? Кітаптан шығады. Мен сондықтан біз Абайдың кітабын оқуымыз керек, және соны насихаттап, осындай өздерің бүгін жасап отқандай үлкен істі үнемі Абайды насихаттауымыз. Орталық туралы жақсы айтып қалдыңыз. Асыл зат орталық туралы сұрайын деп сұрайын. Сен сұрайын деп отырсың. Орталық жайлы қашан құрылды? Орталықты 2008 жылы, ол кезде ректор Серік Жайлауұлы тұғын. Сол шақырды да айтты, Жабал деді, біз себебі білім министрлігінде бірге қызмет істегенбіз, сондықтан біледі. Сен ұстазың Мекемтас ағаңды ертіп келдағы, екеуің осы жерге келіп қызмет істеңдер, мен орталық ашып беремін деді. Бірақ біз бір шарт қойдыға ұстазымыз екенбіз. Егерде мұны әшейін науқандық іс болып, үра-үрамен болса, оның қажеті жоқ. Ал егер сіз осының соңына шейін шыдайтын болсаңыз, Абайдың ауыр бұл, үлкен іс бұл, күрделі іс. Соған жауапкершілік десе, жоқ, ол кісі сол уәдесіне шықты. Біз де сондықтан келіп Абай орталығын аштық. Содан бері міне Серік Жайлауұлы, кеше Тахир Балғынбаев ректорымыз, міне бүгін Дархан жас ректорымыз келіп отыр. Бәрі де бүгінгі күнде міне Абайдан бастайын деп отыр. Абайдың мерекесін мысалы үлгі көрсетейін деп отыр. Бүгінгі ректорымызда. Міне сондықтан бізде Абай, біздің орталық Абайды екі жақты, екісті көтеріп отырмыз. Бірінші, Абайды ғылыми түрде жаңаша зерттеуді қолға алдық. Екінші, Қазақстанда тұңғыш рет 2013 жылы Абай атындағы ұлттық университеттің бүкіл факультетінде физикке де, химикке де, заңгерге де абайтану пәнін енгізді. Бұл пән Ақын Абайды емес, Хакім Абайды үйретеді. Себебі бізге балабақшада, мектепте әке шешең айтты ғой, енді ол Абайды қайталаудың қажеті не? Ол Ақын Абай. Біз сол айтылмаған, анау жатқан, түпте жатқан алтынды одан сайын Абай ашып ұрпаққа беріп танытудың бір көрсеткіші. Рахмет, енді Абай күнінде шын мәнісінде сізді тыңдап қана отыруға болады, өйткені нағыз шежірелі дария азаматсыз ғой. Енді уақыт деген бізде кейде шектері болғаннан кейде бір нәрсені айта алмай қалатынымыз бар. Сондықтан арнайы уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Тек қана бүгін Абай күні тек сіздердің, біздің ғана емес, күллі қазақтың ортақ мерекесі. Сондықтан сіз барда, біз барда, қазақ барда Абай есімі мәңгі жасай береді. Көп жасаңыз, Алаштың аманатын арқалаған асыл азаматқа амандық тілейміз.